Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Құрметті қазақ елі, қазақ жұртым, бүгін сіздермен бүгін өте өзімнің қуанышты жаңалығымен бөліскім келіп отыр мен сіздермен. Мен бұл бейнебаянды түсіру себебін осы өзіміздің мұсылман бауырларымыз, апаларымыз, ағаларымыз, сіңілдерім, апаларым, жеңгелерім, әжелеріміз бәрі осы өтте тас бар, көбінде сол жаңағы проблема бәрінде. Сол өттегі тасты алдырмай отасыз емделуге болады екен. Соның отасыз емделуге болатын нәтижесін өзім көріп отырмын. Сол себептен осы бейнебаянды түсіруді жөн көрдім өзім. Мен Жаңаөзен қаласында тұрамын, жасым 44-те, есімім Дана болады. Мен деген осы Алматы қаласының дәрігері Аида Мұхтарқызы деген дәрігерді бір өзімнің отбасымның жағдайы бойынша кішкентай қызым ауырып қалып, соны емдеу барысында осы кісімен таныстым. Бұл кісіге Алла разы болсын, Алла Тағала екі дүние бақытын берсін бұл кісіге. Мен деген осы қызымды емдетіп жүріп, бұл енді қызымды емдетіп жүрген дәрігер болғаннан кейін бұл кісінің инста парақшасын қараймын, оқимын, бәрі нелермен танысам. Сөйтіп күндердің бір күнінде бұл кісі өт тазалық марафон жариялайды. Соны көремін де мен жолдасыма айтамын, осы өт тазалық марафонына сіз қатысып көріңізші. Сізде мен жолдасына давление 200-ге дейін көтеріледі, 180, мүмкін сіздің өтіңізден шығар деймін. Бұл кісі айтады, марафонға қатысақ, екеуміз бірге қатысайық дейді. Мен енді өзім былай денсаулығым Аллаға шүкір жақсы. Енді біз әйел адам болған соң ана жер мына жеріміз ауырады да, бір күн ауырамыз да жүре береміз, мән бермейміз. Сөйтіп мен жүре берген адам едім. Жақсы, жарайды, онда екеуміз бірге қатысайық деп марафонға қатысамыз. Аида Мұхтарқызы анализдер береді бізге, УЗИ береді. Соның бәрін салыстыра келгенде жолдасымдікі жақсы болып шығады да, менікі өтімде тас болады, бауырымда тас болады, панкреатит, және де менде ұйқы безі жұқарып кеткен. Мен сәл бір 3 жыл кешіккенде менде уже сахарный диабет болып кетеді екен. Сол себептен мен өз-өзімді қолға алдым. Осы Аида Мұхтарқызының өт тазалау марафонына қатысып, осы кісі қандай нұсқаулықтар берсе, не іш десе бәрін бір ай бойы жіберместен, не іш дейді уақытында бәрін ішіп, мен 3 ай дегенде өтімдегі тасым кетіп отыр, бауырымдағы тас кетіп отыр. Мен бірінші УЗИ мен екінші УЗИ-ні салыстырғанда жермен көктей болып отыр. Мен сол өзімнің көзім жетіп отыр. Бұл деген жаңа отасыз өттегі тасты түсіруге болады екен, бауырдағы тасты да. Мен бірінші УЗИ-ге түскенде өтте тас болды, бауырда тас болды, бірақ бүйрегімде тас болған жоқ еді. Мына екінші түскенімде өтте тас жоқ, бауырда тас жоқ, но бүйректе тас болып тұр менде. Енді Алла қаласа дәрігерім Аида Мұхтарқызы айтып жатыр, бұл тасты да иншаллах Алланың қалауымен 1-2 айда түсіресіз деп жатыр. Және бір өзімнің қуаныш жаңалығымен бөліскім келіп отқаны, менде өттегі тас кеткеннен кейін, бауырдағы тас кеткеннен кейін, осы уақытқа дейін мен осы 44 жасыма дейін үлкен дәретім 3-4 күн деп жүре берем. 3-4 күнде бір-ақ шығам. Қазір альхамдулиллах күнде шығам мен туалетке. Өзім сенбеймін да кейде, бұл қалай деп. Бірінші Алла, екінші осындай Аида Мұхтарқызы сияқты дәрігерлердің арқасы. Осы дәрігерлер арқасында біз емделсек, біз тасымызды отасыз түсіруге болады екен. Қазақ елім, жұртым, мұсылман бауырым, барлығыңызға мен отасыз осындай емге жүгінсеңіз деп осы видеороликті түсіріп отырмын сіздерге. Бәріңізге Алла шифа берсін, ем болсын. Өттегі тастарыңызды осындай дәрілер ішіп, Аида Мұхтарқызының нұсқаулығы бойынша түсірулеріңізге тілектеспін. Тек ота жасатпасаңыздар екен деймін. Менің жұмысымда да жас балдар өттерін алдырып тастап жатыр, құрдастарым алдырып тастап жатыр өттерін. Соған жол бермесе екен деймін сіздерге. Өтініш, сәттілік, Алла Аида Мұхтарқызына разы болсын.